Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ әдебиеті пәні бойынша кезекті сабағымыздың тақырыбы Жүніс Сақиевтің дабыл фантастикалық әңгімесіндегі маңызды эпизод. Бүгінгі сабағымызда әңгімеден алынған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолданатын боламыз. Өткен сабақта дабыл фантастикалық әңгімесінің мазмұнын толық танысқан болсаңыздар, қайталау білім айнасы деп сұрақтарға жауап беріп арқылы білімдеріңді пысықтайтын боламыз. Дабыл шығармасының прологында не айтылады? Түрколог жасаған қандай адам? Жасаған мен төлен арасын қандай қарым-қатынас байланыстырады? Ғарыштан жер бетіне қандай зат келіп түсті? Жасаған және оның таныстары нендей сыр ашты? Күнгей ғаламшар ғарышкерлерінің мақсаты не? Ал балалар, сендерді сұрақтарға дұрыс жауап береді деген ойдамын. Оқушылар, зерделік оқылым стратегиясын қолдану арқылы зерделей отырып әңгіме үзіндісін оқып, мәтіндік зерттеу жүргіземіз. Және де өз көзқарастарыңды дәлелдеу үшін әңгіме үзінділерін пайдаланатын боламыз. Бірінші, бас табақ салты шығарманың қай тұсында көрініс табады? Бұл салт туралы тағы не білеміз? Ойланып көрейікші, балалар. Бас жасағанның алдына қойылды. Астанадан келген мейман деп құрмет етіп жатқанын түсінген бұл қолындағы пышағымен құйқасын кесіп алып, дәм татты да жанындағы таңатарға бұрды. Ол да осыны қайталап ары қарай жалғастырды. Ал балалар, осы орайда бастабаққа тоқталып кетейікші. Бастабақ қазақтың тұрмыстық салты бойынша сыйлы қонақтарға, жасы үлкендерге тартылатын сыбаға. Бұл рәсімдер қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан құрамдас бөлігі болып табылады екен. Екінші, шығармада орын алған кезеңдегі технологияның даму қарқынын көрсететін үзіндіні анықтаңыз. Бұл кезде Қазекен көлігінің басқару пультіндегі ауыл орталығымен байланыстырып бейнетелефонды қосып үлгерген еді. Жасаған бейнепульттегі кішкене қақпақты ашып, ішіне тастың суретін салды да қайта жауып, түймелердің бірін басты. Бұл кезде ғалым да телефаксын қосып бейне күтіп отырған еді. Бір кезде тілдей жалпақ саңылаудан су етіп сурет шықты. Оны жұлдызды әлемге дабыл таратқыш құралдың тілдей саңылауына салып жіберді. Артынша шағын экран бетінен әлгі жазылған сөздерді ирек-ирек болып жылдам жылжып өтіп жатты. Я балалар, біз оқулықтан үзінділермен салыстырамыз. Үшінші, үңгірден алынған таңбалы тас жер бетіне қайдан тап болған? Жерге түскен тасты кім көрді? Таста не жазылған? Таңбалы тас жер бетіне қайдан тап болды? Ол қашан болған? Ғалым неге тастағы жазуларға үңіле қарады? Тастағы жазулар қалай бейнеленген? Күнгей ғаламшарының тұрғындары ай бетіне орнатып кеткен бұл тастың жанына қиыр ғарыштан келген үлкен аспан тасы құлаған.
Ол гүрс етіп ай топырағын опыра ойып жіберген кезде таңба жазуы бар тас қиыршық шаң тозаңмен бірге ғарышқа қарай серпілген. Содан ұшу жолы жерге келіп құлаған, тау аңғарына сай шыққан. Ал енді балалар, біз осы үңгірде үзінділерді оқып, еске түсіре отырып, тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма – кестемен жұмыс. Біз оқулықтан үзінділерді таңдап жазамыз. Екінші, сол жазған үзінділердің ішіне кейіпкерлердің іс-әрекетін жазамыз. Және үшінші бағанға өзіндік көзқарасымызды білдіретін боламыз. Екінші тапсырма – жалғастырып жазу. Содан сәл жүргенде көлік айнасына бірдеме жарқ етіп шағылысқандай болды. Төлен көлікті кілт тежеді де есігін ашып жерге қарғып түсті. Шағылысқан дене шынында аспанда екен. Алып транзистор тәрізденген бірдеме тарбия қалықтап сай аңғарына қарай түсіп барады. Аспан кемесі біршама уақыт тым-тырыс тұрды. Сонан соң астыңғы жағынан сыр етіп кішкене кабина жерге түсті. Міне балалар, осы үзіндіні өздерің жалғастыру әдісі бойынша ары қарай жалғастырып жазатын боламыз. Жарайсыңдар балалар, сендер тапсырмаларды дұрыс орындағандарыңа сенімім мол. Оқушылар, сендерге бүгін дабыл фантастикалық әңгімесінің маңызды эпизодтарын түсінді деген ойдамын. Ғылыми фантастика жазу үшін оның міндетті түрде ғылымнан хабары болу керек. Мен осындай себептермен байланыстырар едім. Бұл жанрда аты жөні қалыптасқан, тұрақты жазып жүргендердің ең жақсысы дегенге менің ойыма Жүніс Сақиевтің есімі оралады, деп пікір білдірген Ақжан Әл-Машани екен. Оқушылар, сабақты қазақ халқының ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің қанатты сөзімен қорытындылағым келіп отыр. Кім-де-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет оқушылар.